Отан соғысы. Біз үшін ұзақ жылдар өтсе де, тарих үшін күні кешегі оқиға. Ұлы соғыс халық үшін үлкен қасірет. Осы қанды соғыстан зардап шекпеген отбасы қалмаған шығар. Күн санап, сол күндердің куәгерлер саны азайып бара жатқаны шындық. Ардагерлер мен тыл еңбеккерлері біздің жүректерде мәңгіге қалады. Сондықтан мен қаза болған батырлардың бірі туралы айтқым келеді. Бүгінде көптеген жау жүректердің көбісі арамызда жоқ болса да, ер есімі ел есінде. Олар біз үшін мәңгі тірі. Менің атам Қалидолдин Зәкен Қапасұлы 1925 жылы Күршім ауылында дүниеге келген. 1943 жылы 18 жасында әскерге шақырылған. Атам 28-ші атқыштар дивизиясының құрамында қатардағы шекараны жаудан қорғады. 1945 жылы олар кеңестік Жапон соғысында шайқасты. Соғыс аяқталғаннан бір жыл өткен соң ол шекараны күзетіп, 1946 жылы отанына оралды. Фашистік басқыншылықтарға қарсы күресте көрсеткен батылдығы, шыдамдылығы мен батырлығы үшін медальдармен, ордендермен марапатталған. Соғыстан кейін менің атам ауыл шаруашылығында ұзақ жылдар бойы адал еңбек етті. Елдің дамуына көмектесті. Сол үшін ол еңбек ардагері медалімен марапатталды. Сол кездегі адамдар өз отаны, оның болашағы үшін күресіп, өздерінің денсаулығын және өмірін бейбіт аспан үшін құрбан етті. Олар өздерінің іс-әрекеттеріне бізге, ұрпақтарына жарқын болашақ пен тәуелсіз елдегі өмірді қамтамасыз етеді деп үміттенді. Біз өз отанымыздың өткенін ешқашан ұмытпауымыз керек. Сол жылдар әр адамның жүрегінде мәңгілік орын алады. Біз әрдайым батырларымызды еске алып, оларға тағзым етеміз. Ешкім де ешқашан ұмытылмайды.